Так, өткенде біз трапеция тақырыбын өткен болатынбыз, иә? Сол трапецияда біздер нелер түсіндік? Үлкен қабырғасын біз А деп алатын болсақ, үстің қабырғасын Б дейтін болсақ, және де біздің жағдайымызда қазір тең бүйірлі болып тұр. Тең бүйірлі болмаса да ол шарттар бізде орындала береді. Қақ ортасынан мен таңдап табандарына параллель түзу жүре беретін болсам, ол қандай түзу болады бізде? Трапецияның біздер орта сызығы дейміз, иә, оны? Неліктен болды соменен? Мына бір түзігіміз трапецияның орта сызығы. Және де оның ұзындығы М деп беретін болсақ біздер, ол неге тең болады? Екі қабырғаның ортасына тұрған соң, оның несі болады? Арифметикалық ортасы болушы еді. А плюс Б бөлінген 2 деген біздің мына орта сызығы болады екен. Енді осы жерде ортасынан таңдалғандықтан бізде тең бүйірлі болған соң тең ұқсап тұрды қазір. Мынау менен мынау тең, мынау менен мынау тең. Болмаса екі сызықпен қою керек. Мына беттің бүйірінің ұзындығы басқа, мына жақтағы бүйірінің ұзындығы басқа болуы мүмкін ғой, дұрыс па? Сондықтан екінші жағында бүйірі басқаша бөлінуі мүмкін еді. Енді қараңыздар, осы жерде мен басқаша бөлсем ше? Сонда мына екі шеті теңді, мына екі шеті оған тең емес пе сонда? Тең емес болуы мүмкін ғой. Бүйір қабырғасы бет тік болып, мына жағы бет жатыңқы болуы мүмкін ғой бүйір жағы. Екі шетіне теңдей бөлмейді, бірақ мына шетіне теңдей бөледі, иә? Иә, мына шеті. Орта сызығы болған соң ортасынан өтеді, нерде ше? Мына ортасынан өтеді. Мына екеуі бөлінуі мүмкін. Мысалы үшін мынау 3, мыналар 5 болып бөлінуі мүмкін. Мына бүйір қабырғасы 6 болса, мына 10 болатын болса, сондай болады. Түсінікті, иә? Так, енді бұл бізде басқаша бөлінсе ше? Төбесінен жасасақшы. Қазір. Былай көрейік. Мына жерден менің жағдайымда тең бүйірлі ұқсап тұр, әлі де. Себебі мен солай салып жатырмын да. Сіздерде сызбаға ол әдемірек көрінеді. Енді мен мынаны өткенде А плюс С бөлінген 2 деген немен қорыттым мен? Екеуінің арифметикалық ортасымен, иә? Арифметикалық прогрессия қолданған жоқпын ба, иә? Мынаның ішінде қолданып жүруге болады екен. Мысалы үшін біздер былай бөлсекші. Так. Ұзындығы қанша болып тұр? Шамамен 30 екен, иә? Шамамен 30 болса, мен 10 деген жерден өткізіп жіберсем. Мына түзу қалай бөлінеді? Мінекей. Мынаны x дейік, мына жағы 2x дейік, мына жағы y, мына жағы 2y болатын болса. Және де мынау менде А, так, жоқ бұл Б, мынау менде А бола қойсын. Мына бір ұзындықты қалай табамыз сол кезде? Мына бөлінгеніне қарап, биіктік неше қатынаста бөлінгенін байқаламыз? 2-ден 1 болғанда ол керек. 3-тен 1 болады, иә? Жалпы 3x, мынау соның x-і болып бөлінген дей ғой. Ішіндегі трапеция, трапецияға қандай негізінде? Осы трапецияның кіші размер емес пе? 3 есе кішісі. 3 есе кіші. Айырмашылық несінде ғана? Биіктігінде ғана ғой. Дұрыс па? Биіктігі бойынша 3 есе кіші болып тұр. Енді бұны біз былай қарастырамыз. А менен Б-ның орнына, давайте мысал үшін біздер сан берейік. 3 болатын болса. Есеріп берейік те. 4-ке 8 дейді. Мынаны мен 10 дей салайын. Мынаны 7 дей салайын. Мына бір түзуім. Неше болады сонда? 8 болады. 8 болады. Бұлай алған кезде ұзындық жетмеді? Ұзындық жоғары жақта барған 0-ден бастап келеді ғой. 0, нерде 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 деп арифметикалық прогресс өсе береді. Жалғастыра береді. Трапецияның жалғасы 3 болады ғой. Дұрыс па? Содан бастап келгенде жалғасады екен. Және де мына трапециям жалғаса берген сайын былай ойласаңыздар болады. Прогрессия секілді немене болады? Қабырғалар да өсіп кете береді. 7-тен келесіге x, нерден бір ойша біздер тағы да бір өткізсек болады ғой. Дұрыс па? 7-тен кейінгі неше болады? 8, 9, 10 деп жүрсем болады. Болмаса, арасында неше d тұр деп айтсам болады мен? 3d тұр деп айтсам болады. 7 қосылған 3d тең 10 деп жазып алуға бола ма? d неше болады? d 1 болады. d-ға 1-ді қоссам, x-тің мәні d болып қалады нерде? Сөйтіп ретіменен тауып ала беруге болады. Қалаған жерден бөлетін болса. Мысалы үшін енді 5-тен 2 қатынасында бөлетін болса немене болады? 5-тен 2 қатынасында. Иә. Үстіндегі табаны бізде бола қойсын 8 дейік та.
Неге трапецияны біз ойдан берейік. Мінекей. Мына жерден 2х 5х 2y, мынаны 5y. 22 болса, ана бір ұзындық қалай бөлінеді? Мына нешеге тең болады? 12 болады. Қараңыздар. 8-ге нешені қосып жатырмыз? 8 деген алысқа жазылып қалып. 8-ге. 8-ге 7х-ті қоссам не ұқсап тұр бізде? Бөлінген біздер бұл қабырғасы ғой. Бұны біз д қылып өткізу керек бізде, қосылып отырған қабырғаны санау үшін. 8 қосылған немене болады? 7-ді тең 22 дей саламыз, я? Д-ны тауып алсам болады осы жерден. Қанша болады? 2 болады. 2-ден қосылады екен. 2х-ке онда 2-ді қосылу керек қой. Сөйтіп 4-ті қоссам 12 болады. Мінекей. Белгісіз қабырғаларды есіп тауып алсақ болады екен. Бөлінген қатынастар бойынша нені қолдана салады екенбіз? Арифметикалық прогрессияны қолдансақ бізде есебіміз шығып тұр екен. Так, енді біздің еще осы орта сызығы бөлінген кезде ауданның дәлелденуін бәрін көрсеттік, е? Так, биіктік түсіргенімізде қалай бөлінді бізде? Бір қайталап өтейік, сонымен сабағымызды дәл жалғастырамыз. Мына тең бүйірлі кезде қалай бөлінеді? Тең бүйірлі кезде. Мына төбесінен биіктік түсіретін болсам, 2 бөлінген ұзындық қалай бөлінеді? 2 ұзындық тең еді ғой бізде. Астында бөлінген ұзындықтар. Жоқ, мынаны жүргізсем 2 жан тең болады, дұрыс па? Оны жүргізсем, бірақ осында біреуін жүргізген кезде неше болады? Мынаны б десем, ананы а дейтін болсам, мына жерде кіші ұзындық неме болады? А минус б бөлінген 2 болады. Мына жердегі үлкен ұзындығы а плюс б бөлінген 2. Яғни бұл жердің ұзындығы неменеге тең менде? М-ге тең ғой, бөлініп тұрған. Мына бір ұзындық бізде орта сызығы болып кетеді. Неге десеңіздер, неге оған тең екендігін біз былай дәлелдесек. Ана бір қабырғасы бар ғой, параллель неден көшіріп бөлеміздер бүйтіп. Көшіреміз де орта сызығын сала салайық. Мына параллелограммды көрдіңдер ме? Параллелограммды мына қабырға көше сала ма? Түсіндіңдер ме? Мына қабырғаға тең. Мынаған тең де. То есть былай болып тұр ғой. Параллельно бүйтіп көше салады. Неде? Параллелограмм пайда болды. Қиғаш тұрған параллелограмм. Түсіндіңдер ме? Орта сызығы осылай көшіп пайда салады екен. Осындай факттарды білсеңіздер, онда видеоны қазірше тоқтата тұрып